Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерге Lumio сайтында түрлі дидактикалық ойындар құрастырудың жолын көрсетемін. Ол үшін біздер Google-ға поискке Lumio деп жазамыз. Неге? Менде бірден шығып тұр. Өйткені мен бұл сайтты жиі пайдаланамын. Енді осының ішінде бірнеше шығады. Соның ішінде бізге екінші тұрған батырманы басамыз. Неге? Мына жерде жоғарыда английский және русский деп тұр. Соны русский түрін таңдаймыз. Сол кезде бізде орысша шығады. Сіздер әуелі бұл сайтқа тіркелу керексіздер. Ал мен вайти-мен бірден кіре беремін. Неге? Вайти осындай жұмыс парақ ашылды. Енді бұл жерде ары қарай тілді өзгерте алмайсыз. Мен қазір бірінші тұрған жасыл плюс батырмасын басамын. Осының ішінде біздер гейм дегенді басамыз. Мына жерде бірнеше ойын құрастыруға болады. Мен сіздерге қазір сәйкестендір ойынын жасап көрсетемін құрастырып. Ол үшін үстінен басамын. Неге? Бізде осындай терезе ашылды жұмыс істелі. Енді мына біріншісіне мысалы мен есептер деп жазамын. Бірінші жерде есептер деп жазсам, бірінші неге? Екінші жанына жауабы. Яғни осы құраған есептерінің жауаптары. Есептер жағының жауаптар деп жазуым керек. Енді мына жерге мен есеп құрастырамыз. Мысалға кез келген 10 қосу 10 десем, жанына міндетті түрде жауабын жазып кетемін. Келесі 15 қосу 5. 15 қосу 15. Жанына жауабын жазамын. 40 қосу 10. Неге осылай жазған сайын бізде астында автоматты түрде келесі жұмыс парағы ашыла береді. Яғни жазуға ыңғайлы. 70 қосу 10. 80. Яғни өзіңіз қалағаныңызша мәліметтерді енгізе бересіз. 65 қосу 5. 70. Неге әзірше осы жарайды. Және мына жерде next батырмасын, яғни келесі батырманы басамыз. Неге? Бұл жерде бізде ойынның, яғни қандай түрін таңдайсыз, қандай бейнеде болғанын қалайсыз, соны таңдайсыз. Неге? Жақынырақ көрсетейін. Неге? Айдаһар түрінде, мынадай гүл, табиғат түрінде ме? Соларды біреуін таңдайсыз. Мысалға мен қазір garden дегенді таңдаймын. Және finish деп тұр. Мінекей, менде осылай жұмыс парағы ашылды. Енді мынаны басамын. Мінекей, менің мана дайындаған тапсырмаларым тұр, жазғандарымның барлығы шығып тұр. Есептерім және мына бетте жауаптары тұр. Енді біз осы есептерді бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. Мысалы 10 қосу 10 20. Егер дұрыс болса осы жерде тұрады. Ал егер дұрыс болмаса, сіздерге қазір көрсетейін. 70 қосу 10 әдейі қате жауапты көрсетемін. Мінекей, 50-ге апарамын. Егер дұрыс болмаса, қайтадан орындарына келеді. Мінекей, 70 қосу 10 80. Мінекей, дұрыс болғандықтан мына жерге барып тұрады. Егер менің каналым ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер. Лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар.